Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз екінші сыныпқа арналған кемпір қосақтың жеті түсі тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 36 сөз. Және мәтін әлемнің ұлы кереметтері кітабынан алынған. Алдымен әдеттегідей мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазамыз. Каналға лайк басып, тіркеліп, пікірлеріңізді жазғандарыңызға көп рахмет. Кемпір қосақтың жеті түсі. Кемпір қосақтың жеті түсі бар. Олар қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Бұл түстерді жеке арнайы жағдайда ғана көруге болады. Күн сәулесі жаңбыр тамшысына түскен кезде жарықтың жеті түсі сынады. Тамшы арасына кемпір қосақ пайда болады. Осымен достар, мәтінмен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Ыңғайланып отырып, қаламдарыңызды қолдарыңызға алыңыздар. Алдымен тақырыбын жазамыз. Кемпір қосақтың жеті түсі. Жазамыз. Кемпір қосақтың жеті түсі. Сөйлемді тексереміз. Кемпір қосақтың жеті түсі. Бірінші сөйлем. Кемпір қосақтың жеті түсі бар. Азат жолдан бастап жазамыз. Кемпір қосақтың жеті түсі бар. Сөйлемді тексереміз. Кемпір қосақтың жеті түсі бар. Келесі сөйлем. Олар қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Тыныс белгілерін дұрыстап қойып жазамыз. Олар қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Сөйлемді тексереміз. Олар қызыл, қызғылт сары, сары,
жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Келесі сөйлем. Бұл түстерді жеке арнайы жағдайда ғана көруге болады. Жазамыз. Бұл түстерді жеке арнайы жағдайда ғана көруге болады. Сөйлемді тексереміз. Бұл түстерді жеке арнайы жағдайда ғана көруге болады. Келесі сөйлем. Күн сәулесі жаңбыр тамшысына түскен кезде жарықтың жеті түсі сынады. Жазамыз. Күн сәулесі жаңбыр тамшысына түскен кезде жарықтың жеті түсі сынады. Сөйлемді тексереміз. Күн сәулесі жаңбыр тамшысына түскен кезде жарықтың жеті түсі сынады. Келесі сөйлем, соңғы сөйлем. Тамшы арасына кемпірқосақ пайда болады. Жазамыз. Тамшы арасына кемпірқосақ пайда болады.
сөйлемді тексереміз. Тамшы арасына кемпір қосақ пайда болады. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Кемпір қосақтың 7 түсі. Кемпір қосақтың 7 түсі бар. Олар қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Бұл түстерді жеке арнайы жағдайда ғана көруге болады. Күн сәулесі жаңбыр тамшысына түскен кезде жарықтың 7 түсі сынады. Тамшы арасына кемпір қосақ пайда болады.